Бүгін сіздерге, құрметті көрермендер, осы 200 литрлік пушканы қалай әдемі қылып, үсті мына кругын әдемі қылып, қалай кесу жолын үйрететін боламын. Білмейтіндер, көріңіздер, лайк басыңыздар. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін болгарка керек, демей қойдыр. Болгарка мынандай тасты да болады, шлифованный. Или болмаса мынандай тонкий емес, толстый болгарканың тасымен бүйтіп мына шетінен алып шығамыз. Барлық айнала круг жасаймыз. Қазір сіздерге тек алып болғаннан кейін сіздерге дәлше көрсететін боламын. Мінекей айналдыра естіп болгаркамен тазалап болды. Кескенде жоқ, шлифовать етіп шеттеп етіп, дәл үстінен емес, сәл қиғашынан өтіп аласыздар. Міне, қазір ашып көреміз кіршіксін. Орайын төмен қарай. Ашылып жатыр, көрдіңіздер ме? Қолын тарт, бабам. Айнала ашылып жатыр. Оппа! Мінекей. Осылай әдемі. Қолын кеспейтін де әдемі соғады. Мұнаның өзін және өзіне крышка қылып жасасаңыздар болады. Ішіне удобно. Ішіне жем салуға бәрін істеуге болады. Дұрыстап тазалап жүру керек. Жем салуға не істеуге дайын пушка. Міне крышкасы өзіне. Және де тағы да қызықты видеолар түсіретін боламын. Алдағы уақытта және осы пушкамен тағы не істеуге болады, сіздерге соны айтып түсіндіретін боламын. 200 литрлік пушкамен жем салуға болады. Және де бұнымен андай не бар, өзбекский тандыр нан деп айтады ғой, сондай тандыр жасауға болады осындай пушкамен. Оны сіздерге алдағы уақытта көрсетемін. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі видеоны көріңіздер.